Бір түйір қан. Сауық құрып түзден оралғанымда налыған кейіппен қасқырға қарындасынды емес сені тастауым керек еді дегенін түсіне алмап едім. Ендігі әңгімені төсекке танылған анам көзіне жас алып баяндады. 30 жылдар уағы қалың ашаршылық пен нәубет төнген қилы заманға сайып еді. Сықырлаған қар дабысы әрбір жүргіншінің қадамынан хабар танытып, төбелеп жауған жапалақтар ескі ізді қаптай берді. Біз жалғызбыз. Жұртшылықты жалмаған дерттен бой тасалау үшін Кемербастаудағы Құрманбек жезденің үйіне жол тартып едік. Сен де ашсың, емшектегі қарындасың да. Екеуінді қапсыра құшақтап бірінен соң бірін шамырықтап қалың қыр басынан өте бердім. Анырсыған қарындасымның үні жүйкемді жұқартса да дем қылып, әлденіп алуға жағдай икем бермеді. Ол тұста жүрісімді жылмыңдатып, тізеден көмілген қар бетін арши түстім. Үмітсіз шайтан деді. Ал мен сайтан емеспін. Төзгісіз суықпен 2 перзент салмағы денемді қаусатқанымен жанымды бекем еткенін байқадым. Күннің өзі әл қадарынша қарасып, амалсыздан кешіп батырғандай ма білмедім. Шам түскен мезгілде діттегенімізге жетпеп едік. Ал мен алқынған күйі екеуінді де жерге қойдым да шалқалай деміктім бе екен, әйтеуір есімді жиғанда қарындасымның үнінен бөлек бейтаныс дыбыстың қылаң бергенін ұқтым. Дірілдеп көтерілген басым бір пәлені сезгендей қос перзентімді бауырыма қысып, айналама жүрексіне қарайладым. Бар екен тәйірі. Әудемнен тарапын танытқан бір үйір қасқырға кезігеміз деп үш ұйықтасам да түсіме кірген емес. Дереу ес жидыртқан хайуандардың қансыз қайтпайтынын жақсы білсем де, жанымда жатқан ағаш кесегін неліктен лақтырып қорқытқанымды түсіне алмадым. Онсыз да достық пиғылмен келмеген олар одан да өшіге түспей ме? Өзгенің бұл жағдайда нендей шешім қабылдайтынын білмедім. Ал менің мақсатым бір. Әкеннің соңынан перзент ілесуі тиіс. Сол себепті бірер сәттік шешімді үсігіс жөнмен қабылдау керек болатын. Сөйттім де қарындасына қарадым. Бейкүнәнің бір топ қасқырға таланғандығына үнін әлі күнге дейін ұмыта алар емеспін. Оларға бір түйір қан алмаған фәнилік сабақ. Тұла бойымды билеген ашу-ыза, нала мен мұң, бәрі сені аман жеткізу үшін тәніме тәңірден берілген қуат болса керек, ал сен мұны да білмейсің.